1873 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Торғай даласында Сарытөбек ауылында кішкентай Ахмет дүниеге келді. Атасы Шошақ немересі Ахмет өмірге келгенде ауыл ақсақалдарынан бата алып, азан шақырып атын қойған. Ал әкесінің інісі Ерғазы кішкентай Ахметті Торғайдағы 2 сыныптық орыс қазақ мектебіне оқуға берген еді. 9 жасында орыс қазақ мектебін бітіргеннен кейін Орынбордағы 4 жылдық мұғалімдер мектебіне оқуға түседі. 1895 жылы педагогикалық кеңестің шешімімен Бастауыш училищесінің оқытушысы деген атақты алып шықты. Дәл осы жылы жас Ахметтің оқытушылық қызметі басталды. Ахаң ашқан қазақ мектебі, ахаң түлеген ана тілі, ахаң салған әдебиеттегі елшілдік ұраны, 40 мысал, маса, қазақ газетінің қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі. Өнер, білім, саясат жолындағы қажымаған қайратын біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын істер болады. Ақкөл мен Қарасу ауылының бел ортасында орналасқан Сарытөбек аталатын мына мекен аханның кіндік қаны тамған жер. Елінің азаттығын аңсаған ұлт мақтаншы тұрған үйдің қазір төмпешік болып орны ғана қалған. Осыдан 3 ай бұрын оты сөніп жатқан үйдің ошағы қайта маздады. Құнды жәдігер енді жас ұрпаққа алаш арысының өмірінен сыр шертетіндей болып үн қатпақ. Біз бүгінгі және келешек ұрпақ ахаң сияқты елі мен жерінің бостандығы мен теңдігі үшін күрескен ұлы тұлғалардың тағдыры мен тағлымын қаншалықты сезіне алсақ, оларға қаншалықты тағзым етсек, біздің ғасырлар күткен тәуелсіздігіміздің тұғыры соншалықты берік болмақ. Қазақ елінің амандығы үшін аталарымыздың ұлы аманатына адал болайық ағайын.